Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет дәмді табетті ашатын салатты бірге жасайтын боламыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдын ала бізге керекті заттар тұз, сәбіз, лабыр жапырақ капуста, қара бұрыш керек болады. Капустамызды осылай кесіп, яғни ұзынынан турап алатын боламыз. Осылайша барлығын турап алдық. Енді біз тұз салып, соғы шыққанша жақсылап осылай қолдың күшімен жақсылап езіп аламыз капустамызды. Осылайша капустамыз дайын болды. Енді біз қырғыштың көмегімен бір сәбізімізді осылай өткізіп алдық. Яғни жаңағы капустамызға сәбізімізді араластырамыз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де менің каналымда майонез бен майонезсіз мерекеге арналған салаттар бар, кіріп көрсеңіздер болады. Осылайша жақсылап араластырып алдық. Енді қара бұрышымызды саламыз. Осылайша капуста салатымыз дайын болды. Енді біз бір лабыр жапырағын салып, яғни 2 литр банкімізге капустамызды, салатымызды салып дайындайтын боламыз. Осылайша салып дайындап алдық. 1 сағаттың ішінде дайын болып шығады. 1 сағат өтіп дайын болды. Өте дәмі әдемі, иісі де керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Яғни бұл салатымызды барлық тағаммен ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмі керемет, әдемі болып шығады. Көрінісі де видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып шықты. Егер де сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.